шетел көрі өзіміздің Қазақстанды әдемі жерлерді аралап қайтқанымыз өте дұрыс екен ғой негізі. Иә, болса ханым, эфирді қатты сағындық. Шынымен де ше, кәдімгідей күнделікті эфирді қосып қойып, қарап отырам, кәдімгідей өзгерістер болып жатыр ғой деп, жұптарымыз көбейіп жатыр екен деген сияқты ғой. Иә, норма. Негізі көрініп тұр сен депрессия түсіп кеткеніңше. Депрессияға түсіп клейкейді жей бергенсің ба, бағана ауылдан келген. Біраз салмақ қосып алыпсың негізі. Уайымшыл болып кеттің ғой дейме? Негізі андай нәрсе ғой. Енді сен уже осы сезонда уже екінші рет кетіп қалдың уже. Екінші рет кетіп келіп жатсың ба? Қатысушы болып уже андай. Иә. Сонымен енді не түйдіңдер? Біраз нәрсе түйдім. Не түйдіңдер? Жоқ, енді түйесің ғой, по-любому ол нәрсе. Кәдімгі бұл нәрсені жайдан жай болмайды ғой негізі. Біраз нәрсе түйдім, жаңағындай. Самое главное бұл жерде өтірік айтпау деген нәрсе ғой. Өтіріктің аты бі тұтам деген нәрсені. 1,5 апта, 2 апта кеткеніміздің нәрсесінен шыны керек көп нәрсені түсіндім, көп дүниенің қадірін түсіндім деп айта салайыншы. Үйрендік десем де болады. Қатысушыларға айтарларыңыз бар ма? Өтірік айтпаңдар қатысушылар. Самое главное. Сезім бар ма, сезім бар деп айтыңдар деген сияқты ғой. Енді сондай бір нәрсе ғой. Самое главное өтірік болу сақан бұл жерде. Атақ қалғаның бәрі нормально. Қош келдің бауырым. Әлшер, Аягөз, қош келдіңіздер. Әлшердің әзілдерін қатты сағынып қалдық біз негізі ортада ше. Мына пікірінде қап кетіп едім деп 2 сағат бұрынғы нәрсені айтып отыратында қатты сағынып отырық та. Нұрай да сағынып отыр сендерді. Білмеймін, сендер кеткеннен кейін кімге тиісерін білмей кеше мен ортаға шықсам маған бір деп пікірін айтып отыр да, бір үзіліс сендерге бір жақсы әсерін тигізіп, Нұрай тиіштік қып осы сезонда бір той жасаңыздаршы деген. Бүгін барлықтарыңызға менің ең сүйікті жұбым келді. Мен өте қатты жақсы көремін Алишер мен Аягөзді. Жаңа Алиш айтып жатыр ғой, 25 жыл Алматыда тұрып, бірде бір рет Көлсайға бар көрмеппін дейді. Мен сол Көлсайдың түбіндегі ауылда туып өсіп, бірде бір рет Көлсайға бар көрмегем. Түбінде тұрған адамдар бір бағаламай ма, бармаймыз башы. Алматының өзінде тұрып, Алматының күшті жерлерін енді барып көріп жатқан. Көбісі алматылықтар бармайсыңдар деген сияқты. Одан кейін жаңа осы екісінің ситуациясына қарап ойлап отырмын да, негізі кез келген нәрсе все к лучшему деп айтады ғой. Бір қателік болса да, өздеріне сабақ алып, одан да бір жақсы болып жатқандарын көріп, мен одан ары қуанып отырмын да. Контенттерін де көрдік, ауылға барып түсіріп жатқан барлығы күшті, барлығы керемет. Мен шын жүректен қуаныштымын. Шок. Біздің ортамызға қандай керемет жұптары келді. Дегім келеді. Көргеніме қуаныштымын. Әлшер бауырым, Аягөз, шынымен де орындарың бар, әрқайсының орны бар екен мұнда. Сендер кеткен кезде кәдімгідей жетпей қалдыңдар. Айтады ғой, бір нәрсеге бір нәрсе себеп деп. Осы себеп болғанда дұрыс болған шығар. Өйткені сыртта бақылаймын ғой Инстаграмнан, неден. Кәдімгідей күнде кездесу, күнде бақытты болып. Негізі осында қосылайыққа келген мақсатымыз осы ғой. Сендер мақсаттарыңа жеттіңдер. Енді сендерден тек қана бір кереметтей осы жерде той күтеміз. Әлшер, Аягөз, қош келіпсіңдер. Енді Әлшер жалпы ортаға как обычно шығып жүрген кезде енді қас жаулары бір мен Бекзат болып отыратын еді ғой. Бірақ негізі кетейін деп жатқан моментінде кәдімгідей қимай қалады екенсің. Менде андай болды да, бір орындары бір жетпей қалды ма, бір сондай бәрібір арамызда жүрген осы жобадағы бірнеше жұптарымыздың өзі. Сол кәдімгідей енді келгендеріңізге біз де қуанышты болып отырмыз, бірақ ол жасалып кеткен қателіктер қайталанып, тағы да осындай нәрселер болмаса екен деп әрине бәріміз тілейміз. Себебі енді жобаны да сыйлау керек әрине, себебі кешірім беріп, сонымен енді сендердің орындарың бар деп кешіріп жатқаннан кейін оның өзі бір бөлек әңгіме. Бірақ енді жаңағы жерде таныстық болып жатыр екен, Аягөздің ауылында жүр екенсің, сол мен бір сұрақ қойғым келіп отыр. Негізі Аягөздің сен ата-анасы не әңгіме айтып жатыр, енді жалпы қай уақытта тойды, басқасының бір датасы бір известно ма қазіргі таңда? Соны бір тұздық кетіп кетейін. Енді ондай нәрсе қайталанбайды. 100%-пен айталам, нақты. Тағы да қосылайық жобасына, редакцияға, баршаңызға көп рахмет айтқым келеді. Негізі нақты датасы белгіленген жоқ, бірақ ауыл алыс емес деп айтуға болады. Осы жылы болады бұйырса. Бірақ енді мен нақты айтамаймын енді бір айдан кейін деген. Кездесуде бірақ той жайлы әңгіме. Шыны керек, мамасы сұрайды. Енді біздің үйде енді мамам Алишерге қарап отыр. Қай уақытқа саған ыңғайлы деген сияқты. Мен мамам ұзатуға шынымен толықтай дайын. Даже ауылда жаңағы апам көрпелер тігіп сөйтіп жатыр да, мен артыма жіберетінші. Кәдімгідей дайындық бар біз жақтан. Енді Алишердің тарапынан той қалай болады там. Сол нәрселерді кішкене мама өзі интересоваться етіп жатыр да. Сырғаны қай уақытта саламыз, сырға салсаң қалай саласыңдар, эфирде саласыңдар ма, былай шайға отырып сөйлесу керек еді екі жақты деген сияқты. Енді білмеймін, оның бір осы бір айда мүмкін тәтті шай болып қалады деген ойдамын. Қуанып отырмыз сіздерді көріп. Бағана Нұрай қарындасымыздың тіс ауырып жатқан болатын. Жерде жылап сұранам кетем деп жатыр еді. Стоматологияға қатысың жоқ па еді, Алишер?
дәрігер келді ма қойып қалған сияқты, кетпейтін сияқты енді Нұрай. Негізі осы маусымның аяғына дейін нақты бір үйленетін ойың бар ма? Жоқ, андай ғой енді, нақты үйленетін ойым бар негізі, бірақ енді көп қанша жұптар болды, қанша жұптарға ондай сұрақ қойылады, үйлену қашан, той қашан деген сияқты. Бірақ мен қазір айтсам, ол біртүрлі болып қалатын сияқты. Бірақ ойда енді бар. Нұрайды өтініш бір қоса бермесеңіздер деп сұраймын ортамызға. Тақырып жабылғанын қалаймын да, Баусы ханым. Енді бізде енді таза тәтті бір әңгімелер болғанын қалаймын. Бірақ былай сыртқа қарағанда көзге өте жағымды көрінесіздер, жағымды күшті жұп болып тұрсыздар. Жалпы енді Бекзатқа келетін болсақ, семіріпсің деп айтудың қажеті жоқ, себебі сабағын алды, түсінді, не істеуге болады, не істеуге болмайтын деген сияқты ғой. Сен сияқты арық емес қой, тұр, статный жігіт, нормально келіп тұр. Сол үшін ешқандай ондай қош келдіңіздер, той болсын деймін. Иә, бізге Айгерім бізге жігіттерге біле білсең, семіріпсің деген ол не комплекс емес, бізге наоборот семіріпсің деген сөз өте приятный сөз. Қыздарға мүмкін ауыр болып көрінуі мүмкін, бірақ та Алишер семіріпсің. Жоқ, Алишерге енді сәл-пәл семіріпсің десе, білмеймін, Алишер өзі азып жүргің келеді негізі, білуім бойынша. Иә. Просто ол семірген сайын домаланып баратыр да, ол қатты домаланған керек емес. Жаңа көрді ғой редакцияда, ауырып келдім кәдімгідей, қазір дала андай бұзылып жатыр да. Менде аллергия қатты болып жатыр, көзім қышып, сол үшін опухший болып тұрмын, по идее. А так семірген жоқпын негізі. Балас ағам, сіздер сонда осыларды кешіріп қоя салдыңыздар ма? Сізден сұрауды ұмытып кетті ғой бұлар. Тоқташы, мен сөйлеп жатырмын, сөзім бөлмеші. Сіздің ауырып тұрады жаңа. Білмеймін енді, мынандай өтірікшілер жалпы эфирға керек па деп, қатысушылар, сіздерді алдамайтын қатысушылар керек емес па деп ойланамын да негізі. Бізге әрине сондай қатысушылар керек, бірақ енді біздің мейіріміміз шексіз. Білмеймін енді, Сондықтан да айтып жатамыз, жұптарға махаббат бар жандар болса, қашанда қолдауға тырысып жатамыз. білмеймін енді, бұл мейірімдеріңізді Сондықтан- бұл жолда бағалай ма, білмейді екенмін енді. Осы жерде көрсете алмаған махаббаттарын енді сыртқа шығып, білмеймін, концерттен жалғастырып, типа махаббаттары бір одан ары ұлғайған адам құсап жүр ғой енді сыртта, білмеймін енді не үшін келді жалпы деп жатқаным ғой. Саған да- Кеткенімен дәл сол сыртта үйленіп, сол сыртта той жасай салу керек бе еді деп ойлаймын да. Жалпы қуанып та отқан жоқпын негізі Ішіне жиналып бұлардың қалыпты келгеніне. Саған да сондай махаббат берсін, Нұрай, айналайын.